1864 жылы тұңғыш қазақ даласына бір Алтынсарин мектеп ашты ғой. Сол мектепті осы Торғайда дәл осы музейдің орнында ашқан болатын. Бұл музей 1988 жылы ашылды ғой. Оған дейін негізінде біздің ауданда Абай Алтынсарин атында орта мектеп бар. Сол мектептің ұстаздары мен оқушыларының үндеу тастайды. Осы алғашқы мектепті қайтадан қалпына келтірсек деген. Сол мақсатта сол мектептің орнына осы Абай Алтынсарин мектебінің орнына Абай Алтынсарин атында есімді осы музей ашылды. Енді алғашқы біздің дала қоңырауын аштыға Екілат орыс қазақ мектебін ашты. Жаңағы 14 оқушы қабылданды болған. Сол мектептің қазір фотосуреті алдағы келесі залдарда бар. Соны көріп тамашалауыңыз болады. Мына сол ауыл молдасынан білім алып жатқан көріністер. Одан кейін алғашқы қазақтан шыққан меценаттар шыға бастаған кезде алғашқы Маманя мектебінің ашушы маман ұрпақтары Есенқұл Маманов жаңағы Алматы облысының Ақсауында өздерінің туған ауылында алғашқы қазақ балаларға арналған жаңа үлгідегі мектептер аша бастайды. Өздерінің есімімен Маманя мектебі. Бұл одан кейін Ақсу мектебі айтылады. Одан кейін 1940 жылдан кейін бұл мектепке Абай Алтынсарин есім беріледі. Сол кезде байлар? Бұл алғашқы меценаттар өз қаражаттарына. Ең алғашқы енді үкімет мектептері жоқ, ол кезде ауыл модасын алып білініп алды. Кейін бар жаңа үлкен мектептер негізінде 19 ғасырдың аяғында сол ашыла бастады ғой. Сол кезде маман ұрпақтары ең алғашқы меценаттар деп айтады ғой қазақтан. Мына жерде енді Жәңгір хан мектебі 1841 жылы өз қаражатына 25 орындық қазақ балаларына арналған мектеп ашады. Бұл мектептің негізгі мақсаты өз қаражатына ашады, яғни өзі қадағалап сол ақша қаражат өз қалтасынан нетеді. Оның өзінде жаңағы әрине бай балаларына үлкен ақылы болғаннан кейін. Бұл негізгі мақсаты үлкен қалалардағы Орынбор, Омбы, Казань қаласындағы үлкен оқу орындарға қазақ балаларын түсуге даярлау мақсат қойылған екен. Сөйтіп біздің қазақ жастары осы мектепте оқи бастайды. Махамбет Өтемісұлының несінен өлеңдерінен білеміз ғой. Жәңгір ханды бір жаман, бір жалмауыз хан сияқты көрінеді. Хан емессің, қасқырсың деп өстіп айтқан. Бірақ сонда ол кісі сонда мектеп ашқан ба? Мектеп ашқан. Өйткені қазақ жастарының міндетті түрде сауатты білімді осындай мақсатпен ашқан ғой. Одан кейін мысалы Россияда есігіне қараққан оқу орындарының бірі Орынбор, Омбы кадет корпустары. Бұл кадет корпустың алғашқы біздің қазақ жастарының мақтанышпен айтатын ғалымымыз Шоқан Уәлиханов, Мұхаммед Бабажанов осы Орынбор кадет корпусының түлектері. Біреу Омбы кадет корпусының түлегі, біреу Орынбор кадет корпусының түлегі. Мұхаммед Бабажанов Жәңгір хан мектебінің түлегі. Негізінен бұл неге кадет корпусына алғашында қазақ жастары қабылданбайды, кейіннен барып азиялық эскадронға 30 стипендия бөлінеді. Сол кезде біздің қазақ жастары қабылдана бастайды. Соның өзінде жаңағы бай сұлтандардың, шенеуніктердің балалары қабылданады ғой. Мына екі кісі де сол сұлтандардың тұқымынан болғандықтан. Сол енді біздің қазақ жастарына шыққан. Кейіннен барып патша үкіметі өздері үшін қазақ жастарын оқыту қауіпті деп есептеп, жаңағы 30 орнына қайтадан тоқтап тастайды. Ал енді жаңағы оқыған кейбір енді шенеуніктердің, байлардың балалары оқыған. Олар мәнсапқорлыққа, мемлекетке салынып, көбісі мысалы оқымай тастап та кетіп жатады. Бірақ енді біз өзіміздің алғашқы қазақтардан шыққан, жалпы оқыған жастардың шыққан, қазақ тұлғаларынан шыққан осы екі ғалымымызды айта аламыз. Келесі залда енді Абай Алтынсарин өмір жолын тоқталамыз. Бұл жерде енді Абай Алтынсарин енді 1841 жылы Қостанай облысының Зәтап ауылына дүниеге келген. Әкесі 5 жасында әкесінен айырылып, атасы сол заманда өз заманда беделді би болған кісі Балғожа бидің тәрбиесінде болады. Балғожа би өзінің немересі Ыбырайды сол уақытта шекара комиссиясы жанынан қазақ жастарын іс жүргізуге хатшылар даярлайтын сол Орынборда қазақ мектебі ашылады. Сол мектепке немересі Ыбырайды қабылдау жөнінде өзінің сол мектептің председателі Ладыжинский мырзаға жазған өтініш хаты, өзінің мөрі қойылған Балғожа бидің. Сөйтіп ол немересі Ыбырай 1850 жылы сол мектепке қабылданып, 57 жылы үздік бітіріп шығады 20 баланың ішінде. Сөйтіп бітіргеннен кейін атасының қарамағында тілмаш болып қызмет атқарады, писарь болып қызмет болып. Одан кейін өзінің көптеген өз бала кезінде арманы болады ғой, қазақ даласы мектеп ашса, оның сыртында облыстық басқарма бұл кісіге мектеп ашу жүктейді. Торғайда
қазақ даласында, және өзін орыс тілінің мамандығы, пәнінің мамандығы сол мектепке енді ашуды жүктейді. Бірақ ол кезде мектеп ашу оңайлыққа соқпайды, қаражат, жоғары жақпан ықпал дегендей. Бірақ дегенмен де бұл ауыл-ауылды аралап, бүкіл халықты қаншалықты білімнің маңызды екенін түсіндіріп, халықтан қолдау тауып, және сол мектепті ашуға көп көмек берген өзінің нағашы жұрты. Сол нағашы жұрттың көмегінің арқасында мінекей халықтың қолдауымен ең бірінші Қазақстандағы осы қазақ даласындағы тұңғыш мектеп Ыбырай Алтынсарин ашқан 1864 жылы осы Торғай жерінде ашылады. Және сол мектепке ең алғаш небәрі 14 оқушы қабылданады. Сол 14 оқушының тізімін көруге болатын дейді. Қыздар бар ма? Жоқ, ер балалар. Иә, ертеден қыз балалар оқымаған, жаңа жерде айтып өткен. Тек қана ер балалар оқыған. Сол 14 баланы оқытады алғашында үйінде, одан кейін жаңағы сол мектебінің мінекей іргетасы қаланғандағы кірпіші алғашқы. Сол осы Торғайдан ашылған мектептің. Сол мектептің екі класты орыс қазақ мектебінің жоспалғаны, және сол уақытта мектепте қолданылған қоңыраулар. Енді Ыбырай Алтынсарин қазақ әдебиетінің атасы деп айтамыз. Өйткені бір аллаға сеніп ел балалары оқылық деп балаларды білімге, сауат ашуға шақырады. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, біз бәріміз сауатты, дарынды бала тәрбиелегіміз келеді. Ал дарынды бала тәрбиелеу үшін ата-анасы да сауатты болу керек. Сонда Ыбырай жайдан жай шықпаған, атасы Балғожа сонда себепкер болды. Бұл нағашы жағы сауатты білімді кісілер болған ғой. Атасының тәрбиесінде болған. Атасы кішкентайынан баланы білімге, білімді осындай мақсатпенен жаңағыдай мектепке беріп өзі тәрбиелеген ғой. Жайдан жай ешкім шықпайды. Әрине, негіз болып тұр ғой бір жағынан да. Одан кейін ол кісі тек қана сол мектепте тұрмайды, ауылдық, болыстық мектептер аша бастайды. Сол Ыбырай Алтынсарин әзірлеп жүзеге асырған мектептердің білім алу жүйесін, екі класстық училище, қыздарға арналған интернат, мысалы әйелдерге білім беруде Ыбырай Алтынсаринмен тығыз байланысты дейміз. Неге өйткені бұл кісі біраз қалаларда жаңағы қыздарға арналған мектеп аша бастайды, интернаты бар. Ол келесі залда бар. Ауылдық, болыстық мектептер ашыла бастайды. Ырғызда, Електе, Николаевскада жер-жерде ашыла бастайды. Одан кейін бұл кісі тек қана ағартушы, ұстаз емес, қоғам қайраткері барлық саланы айтып жатырмыз. Баспагер ретінде айта аламыз ол кісіні. Қазақ газетін шығарып, баспагер ретінде айтатын несі еңбегі, қазақ газетін шығарады, 8 беттен тұратын, 4 беті орыс тілінде, 4 беті қазақ тілінде. Оған неге газетке кіретін негізінде жаңалықтар, таңсық әңгімелер, аңыз әңгімелер, үкімет жарлықтары. Бірақ бұл газет жоғарыдан қолдау таппай, сол қолжазба күйінде мінекей сол қалып қояды. Мынау сол газетті шығаруға рұқсат берілмегенін растайтын жаңа қағаз жоғары жақтан. Бұл мінекей байқасаңыз өзінің қолжазба күйінде қалған. Этнография ретінде айтатын болса, этнография саласына қосқан үлесі екі қос мағыналы очеркі. Ол біреуі Орынбор ведомствосы қазақтарының үйлену тойының дәстүрі, және адам қайтыс болған кезде Орынбор ведомствосы қазақтарының қайтыс болғанда жерлеу рәсімі туралы екі қос мағыналы очерк жазады. Жалпы әдет ғұрып, салт дәстүрге бұл қатты көңіл бөлген екен. Ағартушы ретінде айтатын болсақ, ағартушы өзінің қаншама жүріп өткен жолдары. Бұл кісі 25 жасында үйленеді, 3 балалы болады. Өкінішке орай 2 баласы кішкентай кезінде қайтыс болады да, тек қана жалғыз ұлы Абдолладан ғана бір қызы қалады, ұрпақ. Енді бұл кісі небәрі 48 жасқа өмір сүреді. Сол өмірінің соңына дейін қазақ еліне, өскелең ұрпағына қаншама еңбек жасап кетеді. Мынау сол қазаққа үйленген бе? Иә, анау өзі сол ауылдың бір беделді жаңағыдай жақсы бір кісінің жаппас руының азаматының бір қызына үйленеді Айған Сатты. Енді бұл кісі кішкене науқастанып ауыра бастаған кезде, 48 жасқа қараған шағында бұл кісі неден өтеді, сол науқастанған бастаған кезде алдында сол Торғайдан Қостанай жеріне көшіп барады. Сол кезде Тобыл өзенінің жаны бойынан өзінің отбасын арнап, 6-7 бөлмелі ағаштан үй салады. Сол өмірінің соңына дейін 30 жерде өтеді. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін Оренбургский листок газетінде некролог шығады. Қазақтың талантты ұлдарының бірі, ағартушы, ұстаз, этнограф, публицист Ыбырай Алтынсарин дүниеден өтті деген. Бұл кісі тек қана балаларға білім беретін мектеп қана ашып қоймайды, сонымен қатар балаларға бір техникалық мамандық алып шығатын, балаларды ұсталыққа, шеберлікке дәріптейтін, қыз балаларымыз тігін, тоқыма кесін тігетіндей Торғайда 1880 жылы қолөнер мектебін ашады. Неке байқасаңыздар. Мына сол қолөнер мектебінің фотосуреті, сол мектептің оқушыларымен бірге түскен фотосуреті. 3 сатылы білім жүйесі Ыбырай Алтынсариннің өзінің негізге алып
осы білім жүйесіменен білім ордалары қызмет етті. Одан кейін ол кісіні ақын жазушы ретінде айтатын болсақ, жалпы ағартушы, ғалым деп айтып атамыз ғой. Осы алғашқы орыс графикасы негізінде қазақ алфавитін құрастырушы. Алғашқы әліппесі, одан кейін қырғыз хрестоматиясы, беташар бір алағыз кел балалар оқып болса, бұған қаншама шоқтығы биік балаларға тәрбие шығармалар енгізілген. Одан кейін енді алғашқы орыс тілін үйренудің бастауыш құралы, начальный курсак русского языка деген сол кісінің шыққан. Сонда жаңа айттыңыз ғой, үш сатылы білім басқару жүйесі. Білім жүйесі. Білім жүйесі. Сонда бұл қалай болған методика? Мысалға енді ең алғаш баланы қалай оқиды? Мысалы, сабақ бастаған кезде ең бірінші біз грамотаға үйретеміз ғой, мысалы. Сонда сол әр сатымен жүрген тіл дамыту, грамматикасы бар, жазу, одан кейін оны жаңа тексереді ғой, оның практикасын, одан көркем жазуын тексереді, ауызша, жазбаша. Енді қазіргі мысалы, енді қазір жаңа неде өзгеріп жатыр ғой. Бұл сол кездегі бір Алтынсарин өзінің екінші, мысалы, бірінші сатысында алғаш сөздерін ауызша тіл дамытса, одан кейін барып алдын ала өткізген сабақтарды қайталайды кейін. Одан кейін сөздің айтылуы жөнінде жұмыс жасайды. Одан кейін барса сөздің материалды жинастыру және пысықталады. Практика және жаттығулар, жаңа өткен сабақты жаттығу жасайды. Енді екінші сатысында мысалы уже әліппе бойынша оқыту бастайды. Мысалы айтып кеткен көркем жазуда оларда анық жазу қабілетіне әріптердің формасын дұрыс түсіруге дағдылануды үйретіп, белгілі әріптің формасын жақсылап жазбайынша оқушыны алға жібермейміз дейді. Әбден бірінші балаларды үйретіп алады жазуға. Содан кейін барып уже әліппе бойынша оқыта бастайды. Оқу, жазу, оқу, әріптердің элементтері, көркем жазуы, материалдар бойынша жазбаша жаттығу. Бүкіл енді мысалы қайталайды ғой. Енді мектептің бағдарламасы бойынша енді қазірде солай шығар, енді қазіргі методиканы. Одан кейін бұл кісі айтып кеттім, жаңа небәрі 48 жасқа өмір сүріп, одан бұл кісінің 1879 жылы Торғай облыстық училище инспекторы болған бұл кісі. Сол неден өткеннен кейін, сол кісіден кейінгі инспектор болған Ғабдығали Балғанбаев, Торғай уезіне дүниеге келген, сол кісінің шәкірті ізбасары. Балғанбаев, Майоров, Қарабаев деген кісілер Ыбырай Алтынсарин ізбасарлары шәкірттері. Сол бір айдың ісін ары қарай жалғастырушылар. Келесі экспозицияда жаңағы әйелдерге білім берісі Ыбырай Алтынсаринмен байланысты дедік қой. Сол мінекей Ыбырай Алтынсариннің атында мысалы бүкіл қаншама жерде қыздарға мектептер ашылады. Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде, жерде қыздарға арналған мектептер ашыла бастайды. Бұл кісі біздің қазақ қыздарының өзі білімді сауатты болсын деген мақсатпенен. Мысалы жаңа алғашқы молдадан білім алғанда қыз балалар оқымаған, тек ер балалар оқыған ғой. Кейін қыздарға білім беру Ыбырай Алтынсаринге байланысты дейтініміз, мінекей қаншама Қазақстан бойынша жерде. Ақ фартук киіп тұрмыз. Қыздардың киімдері ғой, мінекей. Жаңа интернаты бар. Николай Гаврилович Иванов сол кісінің ізбасары, бұл кісі де Шәңкір ізбасар ретінде айтамыз. Бұл кісі Ырғыз елінен келіп, осы Торғайға келіп, еңбек жолын осы жерден бастап, біздің ауданда бұл кісінің есімімен осы орта мектебі бар. Бұл кісілер ағартын шәкірттер ме? Бұл кісілер жоқ, ұрпақтары болып келеді. Ақын жазушы Мәриям Хакімжанова апамыз ол кісінің ұрпағы болып келеді. Келесі соңғы залымыз тағзым ету залы. Жаңағы алғашында бір мектеп ашқанда не бар 14 оқушы оқыса, қазірдің мектеп қаншама сан мектептер білім бюролар ашылып, біздің ұрпақтарымыз білімді, саналы, тәрбиелі, саналы ұрпақ болсын деген мақсатпен қаншама мектептер ашылды. Енді бұл кісінің есімін мәңгі есте қалдыру мақсатынан қаншама қалаларда есіммен көше бар, ескерткіштер бар, мектептер бар. Біздің ауданда Ыбырай Алтынсарин есімімен қазақ орта мектебі бар. Осы музей бар, және Ыбырай Алтынсарин есімімен аталатын осы көше бар бізде. Бұл енді мәңгілік тарихи тұлға, осындай тұлғаны әрқашан біздің қазақ елінің дала қоңырауын, білім қоңырауын соққан осындай тұлғамызды насихаттауда, мінекей біз өскелең ұрпаққа насихаттаушы ретінде қызмет етудеміз, музей қызметкерлері.